Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about Chinese HSK 1 level. So what is the Chinese HSK 1 level? This is the first level of Chinese proficiency test. And you have to remember 150 words like daily words and make some sentence like 你好,你吃饭了吗? And very simple grammar. At this level, just have two parts, listening and reading. There doesn't have writing, so you don't have to worry about it. And the end of this video, don't forget to follow us and subscribe our channel. Бүгін бізде HSK 1 левелдан H11 329 тест. Кенекей listening'нан бастайық, иә? Бірінші listening. 现在开始第一题。一，看不见，看不见。 Бізде камбуджен деген бір нәрсені көре алмау, көрмеу. Бұл жерде бұл ответіміз тура ғой, көре алмай тұр ғой, көзін жұмып тұр екен. 一个电脑，一个电脑。 Екі денау дейді. Денау деген бізде компьютер ғой. Бірақ бұл жерде бұл шоупяу. Шоупяу деген қол сағат болып тұр. Екі онда қате. Так. Үшті көрейік. 三，读书，读书。 Душу, ду деген бізде оқу, шу деген бізде бук. Душу, яғни кітап оқу ғой. Бірақ бұл жерде музыка тыңдап тұр. Яғни қате. 桌子和椅子，桌子和椅子。 Джозы деген бізде table, easy деген бізде орындық. Бірақ джозы мен easy болатымыз х деп тұр ғой. Х деген бізде and. Бірақ бұл жерде бұл тек қана жалғыз easy ғана беріліп тұр ғой. Яғни қате. 五，在上面，在上面。 Бізде шаңмен деген төбесі деген сөз. Үсті, яғни шаңмен мынау нұсқап тұр ғой қазір, үстіңгі жағы деп, иә? Тура. Так, екінші бөлімге керек. Екінші бөлімде біз тек қана не естідік, соның астына галочка ұрсақ болды. Так, алтыншысынан бастайық. Example бізге керек емес. Сонда да тыңдап өтсек. 这是我的书。 Шу деген бізде book, яғни кітап. Ол бұл жерде кітап айтылды ғой, яғни ақ кетті. 开始第六题。 Так, естейік. 六，不客气，喜欢吗？不客气，喜欢吗？ Букөч деген ештен кетпейді. Біреу рахмет айтты, ол айтады букөч. Яғни ештен кетпейді. Сен оны ұнатасың ба дейді. Яғни ол қандай да бір гифт, бір презент беріп тұрған болды. Бұл жерде ц-да, яғни бір какой-то бір зат беріп тұр ғой. Онда ответіміз ц болды. Чи. 你能听见我说话吗？你能听见我说话吗？ Шуға деген бізде speak, біз бір нәрсені сөйлеу. Енді нің тыңдау ма дейді. Тыңдау деген бізде есту. And can you hear me деп тұр. Онда бұл жерде, яғни қатты сөйлеп тұрған тек қана б ғой. Ответті б-ға талдады онда. 8. 你前面有几个人？你前面
有几个人？ Так, 前面有几个人дейді. 几个деген several, яғни бірнеше дегенді білдіре алады. Бірнеше бізде тек қана мына жерде тұр ғой, яғни сенің алдыңда қанша адам бар дейді. Онда ол какой-то бір очередь күтіп тұрған болды. Так, бізде ответ болды. Так. Дальше жалғастырайық. 9. 他在睡觉呢。他在睡觉呢。 Так, енді 睡觉деген бізде sleep, яғни ұйықтап жатыр. Ол әлі ұйықтап жатыр дейді. Да, ответіміз А болды. 10. 今天中午我们吃米饭。 Бізде мифән деген күріш, рис деген сөз. Да, ответіміз Б. Так, мінекей, өте қарапайым. Так, енді мына 11-ден 15-те бір какой-то екі диалог болады, бір адамның сөйлескен бір-бірімен. И біз соған қарай ішінде не айтқанын табамыз. Бұл жерде ответ уже кетіп қалды, көрдіңіздер, я? Қазір ответіміз міне талданып кетті. Енді жалғастырамыз. Естейік, я? 很高兴认识你。 Example керек емес. Так. 现在开始第11题。 11-ші сұрақ. 11. 你看见我的狗了吗？在那儿呢。 Так, бізде go деген ит дегенді білдіреді. Ал онда сен менің итімді көрдің ба дейді. Ол әне жерде тұр деп айтты. Яғни 11-ге біз Б ответін талдадық. 12. 菜什么时候能做好？5分钟后。 Так, цай дейді. Цай деген бізде екі түрлі мағынада білдіреді негізінде. Біріншісі vegetables. Ал екінші мағынадан бізде ол dish дегенді білдіреді, какой-то бір meal. Сен қашан тамақ жасап боласың дейді. И ол айтады 5 минуттан кейін дейді. Бұл жерде бізде тек қана ответінде бір тамақ жасап тұр ғой. Онда 12-шіге біз ені талдадық. 13. 这里太漂亮了。那我们多住几天。13. Так, 这里太漂亮了дейді. Мына жер өте әдемі екен. Біз осы жерде тағы да 1-2 күн тұрайықшы дейді. Ол өте тамсанып сол жерде, яғни табиғаттың фотосын түсіріп жүр деп ойлайық. Онда бұл жерде бұл F болды. 14. 请在下面写上你的名字。好的，是这里吗？ Так, 名字деген бізде name. Ал ше болатын болса жазу бір нәрсе. Шенейді меңіз дейді, яғни сіз өз атыңызды жазыңыз дейді. И ол жігіт сұрайды, міне жерге ма деп. Бұл жерде әріп жазып тұрған тек қана А ответінде тұр ғой. Онда біз Аны талдайық мына жерге. 你在学习开车？是的，学了3个星期了。 Так, не在学习开车дейді. Кайчо деген бізде машина айдау. Негізі кай деген бізде ашу дегенді білдіре алады. Бір нәрсені ашу, жабу, ашу. Ал енді кайчо болатын болса, бірақ машинаны ашу емес, ол кезде машина айдау дегенді білдіреді. Өз жерде айтады, сен
машина жүрген жүрсің ба деп айтады. 3 апта болды деп. Яғни онда бұл жерге д ответімізді қояйық, иә. Так. Енді мына жерде екі диалог болады. И сіз сол диалогтың ішінде не қамтылғанын, не айтылғанын табасыз. 去哪里 Example 他 келеміз. 下午第16题 Так, 16 естейік, иә. 16小月明天上午9点见再见他们明天几点见 Олар ертең қашан кезігеді дейді. Жаңа айтты ғой, сағат 9-ден деген бізде 9-да кезігеді дейді. Онда А ответіміз тура. Мына жерде қараңыздар, иә, мына С-да 19:00 деп тұр. Бұны біз негізі 19:00 деп айтылмайды. Бұл жерде чиден болып айтылады. Естеріңізде болсын, иә? Чиден. Сразу аударып осылай жазып алсаңыздар негізі ыңғайлы болады. Так, 17. 几点 17对不起我不爱喝茶有热水吗他想喝什么 Так. 我不喜欢喝茶дейді. Ча деген бізде ти. Ал енді有热水ма дейді. Яғни қайнаған су бар ма дейді. Мен қайнаған су ішейінші дейді. Онда ответіміз С болды ғой. 现在 18 көрейік. 18谢谢你我现在好多了他现在怎么样 Ол қазір қалай дейді. Осенде хаудолы деді ғой. Яғни мен қазір тәуір болып қалдым дейді. Онда бұл ответіміз тұр ғой мына жерде. 在家 19 естейік. 19女儿没在家她和同学去看电影了女儿去哪儿了 Так. Дейін юан дегеніміз, яғни дейін деген бізде movie дегенді білдіреді, кино көру. Ал ол айтты ғой, және қызымыз үйде емес, ол достармен бірге кино көргелі кетті деді. Онда дейін юан, яғни кино синеманы талдай, иә? С. 女儿20王老师来了他坐在后面谁坐在后面 Уаң мұғалым келді дейді. Ол және арт жақта отыр дейді. Онда бұл жерде кім? Уаң мұғалым, ол аушы деген мұғалым. Онда ответ болды. Так. Үйеду бізде reading көрейік. Денші дейді. Мына жерде ден ау ғой. Онда қате. Fiji деген бізде aircraft. Я тура. Жалғастырайық. Төртеу дейді. Мына жерде үшеу ғой. Бұл қате. Мау дейді. Мау, мысық. Я тура. Енді дуо дейді. Яғни много. Тура ғой. Х, drink. Я тура. Так. Чузучы дейді. Чузучы бізде cab. Такси дегенді білдіреді. Бірақ бұл жерде цишинчы ғой. Яғни қате. Так. Енді мына жерде сөздер оқиға. Example-да бізге оған шуғанчы бен шу дейді. Мына жерде шу деген бук дегенді білдіреді. Яғни е кетіп қалды, я уже. Так. 26-ны көрейік. Мама. Жігітсі оқу шері. Ц деген бізде words. Яғни әріп. Мен жаза алатын болдым. Ол бір нәрсе жазып отырған болды. Төбеге қарайық. Мына жерде д-ны қарайықшы. Мама деп тұр. Жанында шешесі бар. Бірге ол әріп жаза алатын болды. Так. Д. Енді 27. Way деген алау деген сөз. Сразу қандай жерде way деп тұрса, онда сразу телефон іздеген адам көрсеңіз болды. Так. Бұны көрдік, ә? Енді сөзді аударып көрейікші. Бұны жазып қояйық. Сөзді аударып көрейік, ә? Ве ни хао. Шили жен шыңма дейді.
Ли Шеншің деген Ли мырза ма? Мына жерде Шеншің екі түрлі мағынада береді. Біріншісі мырза дегенді білдіріп тұр ғой. Ал егер бір әйел адам өзінің ерін айтатын болса, тоже Шеншің деп айта алады. Мысалы, Чешуо Шеншің, ол менің күйеуім дегенді білдіре алады. Онда бұны чардық, иә? Так, 28. Чөгі ифу цымяң. Мына жерде ифу деген киім дегенді білдіреді. Сразу үсті киім алып жатқан, киім сатып алып жатқан жер көрейік, иә? Так, F-ні көрдіңіздер ма? Так, F-ні чардық. Так, 29. Мейгуэнш, оджылы ю чен. Чен деген бізде ақша дегенді білдіреді. Так. А-ны көрдіңіздер, иә? А-да ақша беріп жатыр. Так. Енді ша юйлы, тенші юден лаң. Лаң деген бізде суық дегенді білдіреді. Тенші, пагода, ша ю, рейнинг, яғни жаңбыр жауды. Так, суық жерді көрейік, енді суық қандай бар екен. Мына жерде ц, зонтик ұстап тұр ғой, онда ц-ны алдық. Көрдіңіздер ғой, ешқандай әріп талдау керек емес, тек қана ішіндегі мынандай кілттік сөздерді білсеңіздер болды. Көрдіңіздер ғой, мына жерде мына ц, ше екеу кілттік сөз. Осындай сөздерді ғана білсеңіздер болды. Сіздерге бәрін түсініп керек емес, тек әчәски үшке дейін сіздер осындай кейворд ғана білсеңіздер болды. Ары қарай өте оңай негізі. Так, 31 көрейік, иә? Тадинхуады нәгірінші ши дейді. Ши деген кім деген сөз. Онда сіз какой-то менің досым или бір ағайыным бір нәрсе болу керек. Так, мына жерде цын оқып көрейікші, о тұңшуе дейді. Яғни мен классмейт. It's my classmate дейді. Онда 31-ге біз мына жерге цын апарып қойдық. Так, 32. Не шымышху чү Бейджин. Сен шымышху деген қашан деген сөз. Сен қашан барасың. Енді біз какой-то бір датаны айтуымыз керек. Енді қараңыздаршы. 7-8 айдың 1 дейді. Онда бұны мына жерге қойдық. Так, енді 33. Тада хайми цымиян. Цымиян деген бізде қалай деген сөз. Там деңгейі қандай, еле қалай ойлайсың, қалай болды деген сияқты ғой. Енді ол айтасыз, өте жақсы или өте жаман бір нәрсе. Бұны оқып көрейікші, хэн қау дейді. Яғни өте жақсы дейді. Так. Енді 34. Оды бейтс цымы бұджелі дейді. Бұджелі деген қайда кетті? Там disappear, бір жерге жоғалып кету. Бейзі деген бізде кәп, стакан. Енді іздесек, не? Дығыны қараш, цай жор дейді. Міне жерде дейді. Міне жерде тұр дейді. Дығыны чарып алды, иә? Енді 35-ке қарайық. Дошау чен дейді. Дошау чен деген how much дегенді білдіреді. Енді сіздер қанша ақша болғанын айтсаңыздар болды. А-да тұр не? F деп қойыпты міне. Ой, ол мына жаңа аты екен ғой. А-ны көрдіңіздер, иә? Арчикуай дейді. Яғни 27 юан болды Қытай ақшасымен. Так, мінекей болды. Өте қарапайым, тек қана ішінде кілттік сөздерді білсеңіздер болды. Так, енді нежау шымы. Шымы деген соң, там сенің атын кім дегенді білдіре алады. Д-ны чарпсады, иә міне. Так. Енді менің әкем емханада жұмыс істейді деп айтпақшы болсақ, кунцо деген work деген сөз. Онда 36-дағыны F қойдық. Оба баца үйе кунцо, яғни әкем емханада жұмыс істейді. Ол доктор дейді. Енді 37. Мен Қытайда 3 жыл тұрдым дейді. Чу деген бар ғой, бір жерде live, өмір сүру. Женшілі қынду. Енді көп достар таптым дейтін болсақ, пыңйо деп айтамыз. Онда ең әккелейге. Так, 38. Сіз мына орындықтың үстіндегі зат, бірақ сіздікі ма деп сұрайтын болсаңыз, онда езі шаң деп айтасыз. Шаң деген үсті дегенді білдіреді. Онда ан әккелдік. Так, 39. Не арзы. Так, қанша жасқа келдіңіз, қанша жаста деп сұрамақшы болсаңыз, не тоталы или болмаса, не дошау сөз, там сондай сұрақпен сұрауға болады. Енді ария, не тоталы мына жерде, міне атыр, жәнте 38-де аны чарпсадық қой. Так, мынау тұсы болды. Енді оқиға, мәлі жымыды шүйкі, не деген көп жеміс алғасыңдар дейді. Менің қызым кеше қайтып келді. Ол
айтшы деген бізде ұнатып жеу деген сөз. Онда сөзде б, айтшы, б'ны әкеп қояйық мына жерге. Б, айтшы, шуйгу, яғни фрутты ұнатады. Мінекей, осымен әческейіміз бітті. Қырғақ сұрақ, әческей бір өте оңай. Ішінде сіздерге айтарым, мынандай кейвордтар болады ғой. Ең маңызды кілттік сөздерді, соларды білсеңіздер болды. Бүгінгі сабақ осы жерге дейін. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Көптеген осындай ақпараттар таратып тұрамын.